Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және бәріне қызық арнасы. Біраз ғасыр бұрын зынданда тек нан және тышқандар болатын. Бұл заңдылық өзгерді ме екен? Кейбір елдерде байлардың тағамдарын және уақыттарын көңіл көтерумен айналысса, ал кейбір жерде мүлде басқаша. Дайынсыздар ма? Ал ендеше видеомызға кеттік. Қытай. Сіздер Ресейдің қорқынышты түрмелері туралы көп естіген шығарсыздар. Олардың қайсысы өтірік екенін ажырату қиын. Міне, Ресейде түрмедегі адамның әдетте жейтін тамағы. Тәбетіңіз құрып кетті ме? Суреттің ес сездіре алмайтыны үшін рахмет айтыңыз. Бірақ біз бұны қазір дұрыстаймыз. Қытайдың түрмесіне қош келдіңіздер. Кешкі асқа не қалайсыздар? Бүгін қуырылған шошқа еті, ал ертең қой етін жесеңіздер болады. Мынаған қараңыздаршы. Бұл бірде жақсы, бірде жаман тамақ секілді көрінеді. Ал егер ақшаңыз болса, оны күнде қалай қаласаңыз да жұмсасаңыз болады. Немесе асханадан тәтті заттар ала аласыз. Түрмедегілер ыстықтан кептірілім кетпес үшін жазда оларға тамақпен бірге қарбыз беріледі. Бірақ асықпаңыздар. Бұлай тек қана бай аудандардың түрмелерінде тамақтандырады. Ал жай түрмелер үшін бұл қымбатқа соғады. Сондықтан әр адамға күніне 10 цент қана бөлінеді. Ал мұндай ақшаға жасалған зат Ресейдің түрмелерінде тамақтан аса алмайды. Славные парни атты киноны көргендеріңіз бар ма? Көрген болсаңыздар, гангстердің түрмеде жасаған тамағы жайлы есіңізден шықпаған шығар. Фантастика ма? Олай емес. Италия түрмесінде адамдарға газ, пешті қосуға рұқсат береді. Әрине, аспазшыларға. Неше түрлі тағам жасайтын аспазшыларды осылай ұстайды екен. Асханаларының тағамдары жаман емес. Негізгі тағамдары 120 грамм макарон немесе күріш, соус, 150 грамм ет немесе балық, көкөністер және нан. Одан да жақсы қылдыру үшін сусындар мен шараптарды қосу керек. Бірақ өз ақшаңа. Шарапты, яғни виноны сатып алудың бірақ қажеті жоқ. Түрменің қасында шағын жүзім ағаштары бар. Ол жұмысшыларға арналған екен. Негізі ол адамдарды түрмеден шыққан соң жұмыс табуына мүмкіншілігін арттыру үшін жасалған. Бірақ тұтқындағылардың тәртібі өте жақсы болды. Өздерінің шағын ресторандарын ашты. Рейтингі қазір 4. Бұл таңғаларлық жайт. Қандай түрмеде осылай тамақтануға болады екен? Қазақстан. Ал енді өзіміздің Қазақстанымызға келейік. Өмірлеріңіздегі ең экстремалды экскурсияға дайынсыздар ма? Біз қазір журналистердің өзін өте сирек өткізетін жерге барамыз. Кірер алдында оларға біреу шабуылдаса басатын пульт секілді зат беріледі. Бұл түрменің тұрған орны жайдан-жай таңдалмаған. Түрмедегілер жер асты жолын қазбас үшін ол бір таудың үстінде орналасқан. Ал таудың жан-жағы ұзын, соңар тегіс дала. Дайын болыңыздар, өйткені біз қара бүркіт атты түрмедеміз. Бұл түрме еліміздегі ең қатты қаралатын және ең қауіпті қылмыскерлер отыратын жерлеріміз. Олардың 100-ге жуығы өмірінің соңына дейін бұл жерде қиналып өтетін болады. Олардың кейбіреулері 40-қа жуық адам өлтірген және олар өмір бойына бас бостандығынан айырылған деседі. Олардың тозаққа тең күндері қалай өтетіндегі білгілеріңіз келе ме? Таңғы 6-да тұрып, түнге дейін төсекке тұруға болмайды. 16 сағаттай темір орындықта кітап оқып және жазуға болады. Күніне 5-10 минуттай таза ауамен тыныс алуға болады. Және де осы заттар күніне қайталанып отырады екен. Ал ендеше достар, бүгінгі видеомыз ұнаса міндетті түрде лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, осы видеоға лайктарыңызды аямаңыздар. Ал ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар.